Бүгінгі тақырып географиялық деректерді өңдеу және талдау деп аталады. Енді мынау географиялық деректерді өңдеу және талдаудың мақсаттары бар екен. 5 мақсат. Бірінші мақсаты, яғни бірінші қадамы. Ол бастапқы материалдарды реттеу және деректерді бір тұтас жүйеге келтіру. Екінші мақсаты деректердегі қателіктерді, жетіспеушілікті табу және қою. Үшінші мақсат байқалмайтын тенденция, заңдылықтар мен байланыстарды анықтау. Төртінші мақсат зерттеу барысында күтпеген, байқалмаған жаңа фактілерді табу. Және бесінші мақсат жинақталған деректердің дәлдігін анықтап, қорытындылар жасау. Яғни географиялық деректерді талдау және зерттеу осындай 5 мақсатты көздейді екен. Енді жалпы деректер, географиялық деректер сандық деректер және сапалық деректер болып екіге бөлінеді. Есте сақтаймыз. Сандық деректер және сапалық деректер. Енді осының ішінде сандық дерек дегеніміз не, соған тоқталайық. Сандық дерек, яғни географиялық нысандар, үдерістер мен құбылыстар туралы дәл сандар, өлшемдер, ауқымдар және мерзімдер арқылы берілген нақты мәліметтер екен. Сандық деректер аты айтып тұрғандай, оны өңдеуде көбінесе математикалық және статистикалық әдістер қолданады екен. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Сандық және сапалық сипаттаманың бір-бірінен айырмашылығы. Мысалға, сандық деректерде қандай сипаттамалар беріледі? Мысалы, жердің ең беткі жұқа қатты қабығы жер қыртысы деп аталады деп жазылған. Оның орташа қалыңдығы мұхиттар астында 5-10 км, материктерде 35-40 км, ал биік таулы аудандарда 70 км-ге дейін жетеді деп берілген. Енді сапалық, дәл осы мәліметті сапалық деректермен берейік. Бұда да жазылған. Жердің ең беткі жұқа қатты қабығы жер қыртысы деп аталады. Ол мұхиттар астында жұқа болады, материктерде одан қалыңырақ болады, ал биік таулы аудандарда өте қалың болады. Яғни екеуінің айырмашылығын байқадыңыз. Сандық деректерде нақты сан беріледі. Яғни қанша, қалыңдығы қанша, мұхиттың астында қалыңдығы қанша, материктің астында қалыңдығы қанша, барлығы санмен беріледі. Міне екеуінің басты айырмашылығы осында. Енді практикалық бір мысал келтірейік. Мысалға, сандық дерек арқылы Алматы облысының демографиясын көрсетейік. Яғни бұл теорияны іске асыру үшін облыстық статистика департаментінің 2016 жылғы сандық деректерін қолдана отырып талдау жүргіземіз. Яғни ол қандай деректер? Ол 2016 жылғы Алматы облысының жалпы халық саны, туу коэффициенті қанша, өлім коэффициенті қанша, табиғи өсім қанша, көші-қон қандай болды, сол туралы сандық деректерді жинастырамыз. Яғни Алматы облысында 16 аудан бар және 3 қалалық әкімдік бойынша осы көрсеткіштердің барлығын статистикалық мәліметтерден алып, бір кестеге біріктіреміз әр аудан бойынша. Содан кейін кестеден графикке өтеміз, яғни визуалды трансформация. Яғни келесі кезекте әрбір топтағы көрсеткіштер бойынша компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып, сандарды көзге көрінетін пішінге, яғни не гистограммаға, не диаграммаға айналдырамыз. Міне алдарыңызда жағы кестенің негізінде жасалынған гистограмма. Халық санының, Алматы облысындағы халық санының әр жағы аудан бойынша, әр не бойынша, қаласы бойынша берілген осындай гистограммасы. Көрнекілік арқылы қай ауданда халық тығыз орналасқан бірден бағалауға болады. Ол мына Еңбекші Қазақ ауданы. Күрделі сандар тізбегі енді түсінікті көрініске айналды бірден. Яғни кестеге қарағанда осы гистограмма әлде қайда мәліметті нақтырақ береді және бізге бірден түсінікті болады. Енді сандық деректерді рангтерге жіктеу әдісі деген бар. Енді жіктеуге көшеміз. Ол үшін көрсеткіштерді топтастыру үшін алдымен топтардың айырымын көрсетіп тұратын интервалды анықтау қажет. Ол интервалды табу үшін не істейміз? Осы формулаға саламыз. Яғни x тең максимум алынған минимум бөлінген 3 деп.
Бұл жерде x дегеніміз топтардың айырымын көрсететін интервал. Максимум дегеніміз көрсеткіштің ең төменгі минимум шамасы. Ал минимум дегеніміз көрсеткіштің керісінше максимум деген ең жоғарғы шамасы, минимум дегеніміз ең төменгі шамасы. Және де 3 бұл бөлінетін топтар саны. Мысал ретінде. Осы формулаға салып есептеген кезде бізде жалпы адамдар ең көп шоғырланған аудан Алматы облысында бұл Еңбекшіқазақ ауданы болған, 291.168 адам. Ал ең аз шоғырланған адам минимум, яғни Балқаш ауданы болған Алматы облысындағы. Онда бар болған 31.281 адам. Жаңағы формулаға салып, екеуін бір-бірінен аламыз, яғни 291.168-ден 31.281-ді алып, 3-ке бөлеміз. Сол кезде шығады 86.629 адам. Яғни интервал бізде 86.629 адам. Міне осы интервалды білгеннен кейін аудандарды 3 топқа біріктіреміз, яғни 3 рангке. Сөйтіп біріктірген кезде ең жоғарғы көрсеткіш мынау 204.540 адам мен 291.168 адам аралығында. Бұл жағы рангке Еңбекшіқазақ ауданы, Қарасай және де басқа да аудандар кірсе, орташа көрсеткіштегі аудандарға, яғни халқының саны 117.911 мен 204.539 аралығындағы аудандарға бізде Талдықорған, Жамбыл, Панфилов, Талғар, Іле секілді тағы басқа аудандар кірсе, ең төменгі көрсеткіш, яғни халық саны ең төмен аудандарға, яғни халық саны 31.281-ден 117.910 аралығындағы халқы бар аудандарға Текелі, Қапшағай, Балқаш, Ақсу, Алакөл, Кербұлақ, Көксу, Қаратал, Райымбек, Сархан, Ескелді, Ұйғыр секілді аудандар жатады. Яғни осылайша біз рангтерге бөліп алдық. Бұл жаңағы жіктеу, рангтерге жіктеу әдісі. Енді осы мәліметтерді пайдалана отырып модель құрастырамыз және талдаймыз. Яғни топтастыру нәтижесінде сандық деректерді қабылдауға жеңіл көрнекі модельге айналдыруға болады. Яғни мынау Алматы облысының осындай картасына әр ауданды түске бояймыз. Ең тығыз орналасқан аудандарды сәйкесінше қалың қою, қою көк түске боясақ, халық саны ең аз шоғырланған аудандар керісінше ашық көк түспен белгілейміз. Сөйтеміз де негізгі сұраққа жауап береміз. Яғни неге үш топтағы аудандарда халық көп тұрады, ал басқаларында аз, және де халық санының артуына кедергі келтіретін факторларды анықтап шығамыз. Яғни ол табиғат жағдайының қолайсыздығы болуы мүмкін, ол экономиканың даму деңгейінің төмендігі болуы мүмкін, ол жұмыссыздық мәселесі болуы мүмкін, болмаса экологиялық жағдайдың нашарлығы болуы мүмкін. Міне осындай себептерді анықтап аламыз. Яғни осылайша модель жасадық картамен. Енді сапалық деректерді өңдеу мен талдауға келетін болсақ, сапалық деректерді өңдеу нысанының құбылыстың немесе үдерістің өлшенбейтін қасиеттерін анықтау үшін қажет. Жаңа жоғарыда айттық қой, жалпы географиялық деректер екіге бөлінеді деп, сандық және сапалық. Осының сапалығына тоқталып жатырмыз. Яғни сапалық аты айтып тұрғандай өлшенбейтін қасиеттерін анықтау үшін қажет екен кез келген географиялық нысанның немесе құбылыстың. Оған қандай құралдарды қолданамыз? Карталар, мәтіндер, бейне жазбалар. Ал әдістеріне келетін болсақ, негізінен салыстырмалы географиялық әдіс деген әдіс қолданылады екен сапалық деректерді өңдеу мен талдауда. Мысал келтіріп көрейік. Мысалы, Ертіс және Сырдария өзендерін салыстыру, осы салыстырмалы әдісті қолдану арқылы бір-бірімен салыстырып көрейік. Яғни Ертіс өзенінің географиялық орны беріледі, Сырдария өзінің географиялық орны, яғни аймақтың қай бөлігі, жер бедері қандай. Одан кейін ағысының сипаты беріледі. Бұл жазықтық өзен ба, жоқ таулық өзен ба. Одан кейін су режимі және салалары беріледі. Қайдан басталады, қай бағытта ағады. Одан кейін шаруашылық маңызы, экономикалық және экологиялық рөлі көрсетіледі. Сөйтіп осы екі өзенді салыстыру арқылы біз жаңағы осы екі өзен туралы мәлімет алады екенбіз. Бұл сапалық көрсеткішке жатады. Есте сақтаймыз. Яғни салыстырмалы географиялық әдіс көбіне сапалық
деректерді өңдеу мен талдауға көмектеседі екен.